Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін меренговый рулет жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағын көпіртіріп 3 минут миксерлеген соң азғандайдан шекер салып отырамыз. Шекеріміз біткен соң тағы да миксермен 3-5 минуттай араластырамыз. Ақуызымыз өзінің формасын ұстап ақпау керек. Үстінен шым-шым лимонный кислота салып, бір ас қасық кукурузный крахмал салып, жақсылап араластырамыз. Араластып болған соң пергамент қағазға жайып аламыз. Қызып тұрған духовкада 150 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан соң таза пергаментке қойып, бетіндегі пергаментті алып тастаймыз. Алып тастаған соң меренгамызды суытып қоямыз, оған дейін кремімізді жасап аламыз. Дайын болған кремімізді ортасына жағып шығамыз. Ортасына қалған начинкаларыңызды салсаңыздар болады, өте дәмді болып шығады. Пергамент қағаздың көмегімен меренгамызды орап шығамыз. Дайын болған меренгамызды қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Ас болсын.